таңдау адамның өміріндегі ең маңызды және ең жауапты кезеңдердің бірі. А также, что является важным при выборе профессии. The choice of profession depends on our abilities, and we talk about it. Stay with us, and let's start. Сәлем достар, қалдарың қалай? Мамандық таңдау біздің өзіміздің қолымызда. Сол себепті мен осы жерде біраз ізденіс жасап, болашақ IT маманына бірнеше сұрақтар қоятын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Мен IT саласын таңдап отырған жас түлек етімін. Жалпы IT мамандығын таңдау үшін қандай бейіндік пәндер болу қажет? Қайырлы күн. IT мамандығы болу үшін физика, математика пәндерін тапсыру керек. Ал бұл мамандық қазіргі кезде сұранысқа ие ма? Әрине сұранысқа өте ие мамандық. Сіз осы мамандық арқылы кез келген жұмыс орнына орналаса аласыз. Мысалы, кез келген компаниялар, оқу орындары және тағы басқа. Ал IT маманы болу үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Ең бірінші ол мықты психика болу керек, себебі сіз күні бойы компьютердің алдында отырасыз, және де төзімділік пен шыдамдылық болу керек. Қорытындылай келе, IT маманы болу үшін адамның бойында мықты төзімділік қасиеті бар болу керек. Және IT маманы қазіргі кезде өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Моя будущая профессия – психолог. Выбор дался для меня не так уж и трудно, потому что начиная с 10 класса я начала увлекаться и интересоваться психологией. Вообще я считаю, что психология – это наше будущее, так как в ней заложены все наши проблемы и все наше подсознание. Я считаю, что психология – это то, что нам поможет в будущем прожить счастливую жизнь. Hello guys, I think everyone should choose a profession according to his interests. So I'm interested in fashion, and I like to study fashion trends, some different outfits, and I steal clothes for myself. And I want to be a fashion designer in the future. So I have been attending art school for a long time, and I've learned lots of different sketching skills. I have lots of skills in drawing, so I draw well. And most of I like to draw people in different outfits. Of course, it's amazing because clothes and accessories help to you to feel more confident. So in the future, I would like to work in this sphere, and maybe my design will become available in the market. Мамандық қарапайым өмір көзі болып табылатын белгілі бір дайындықты талап ететін қызметтің бір түрі. Сол себепті біз мамандықты өзіміздің шын жүрек қалауымызбен таңдауымыз керек. Болашақ мамандық тек біздің қолымызда. Жарқын болашақ себепкері тек қана сен.